Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бірінші бөлім суық қабір және ұрланған өмір. Автордың сөзі: өлім бәрінің соңы деп жатады. Бірақ адамды тірідей жерлеп, оның есіміне қара құлып салғанда, өлім тек жаңа, қорқынышты бастамаға айналады. Ол 10 жыл бойы тозақтың ең түбінде күн сәулесі түспейтін тас қапаста отырды. Оның атын, абыройын, отбасын, тіпті өмірінде тартып алды. Осыдан 5 жыл бұрын бүкіл ел оны түрмедегі өрттен қайтыс болды деп естіді. Оның қабіріне топырақ салынды, құлпытасы орнатылды. Бірақ тағдырдың жазуы басқаша екен. Ол өлген жоқ. Ол жай ғана елеске, бұл әлемде ресми түрде жоқ адамға айналды. Ал жоғалтатын ештеңесі қалмаған, құжатты өлі деп танылған адам ең қауіпті қару. Ол үйіне оралды. Бірақ оны ол жерде ешкім күтіп тұрған жоқ еді. Бұл сатқындық пен махаббаттың, әділетсіздік пен кек алудың шегіне жеткен, тірі өліктің қанды оқиғасы. Бір тарау. Елестің оралуы. Қыстың қақаған аязы қаланы тұмшалап алған. Түнгі сағат 2 шамасы. Көшеде адам қарасы жоқ, тек аязды жел бағаналардағы ескі шамдарды тербетіп ұлып тұр. Қаланың шеткі теміржол вокзалына тоқтаған жүк пойызынан бір қара сұлба секіріп түсті. Оның үстінде ескі, жұқалау қара пальто, басына көзіне дейін түсіріп киген тоқылған бөр. Иығындағы кішкентай, тозған кенеп сөмкеден басқа ешбір мүлкі жоқ. Бұл адам баяғыда қаланың ең танымал, ең әділ және ең қауіпті тергеушісі болған полиция майоры Батыржан Қасымов еді. Батыржан вокзалдың қараңғы бұрышына барып, қалың қардың үстіне тізе бүкті. Ол қолымен қарды алып бетіне басты. Мұздай су оның терісін қарып, бойына жан бітіргендей болды. Бұл еркіндіктің, туған жердің суығы еді. Ол 10 жыл бойы бұл ауаны жұтуды армандады. Ол 10 жыл бойы камераның сыз қабырғасына қарап, тек бір ғана оймен тірі қалды. Осыдан 10 жыл бұрын Батыржан аса ірі жемқорлық ісінің шетін шығарған болатын. Бұл істің артында жоғары лауазымды шенеуніктер, генералдар мен криминалдық авторитеттер тұрған. Олар Батыржанға ауызбастырық ұсынды, ол бас тартты. Содан кейін олар оның өзін қаралады. Оның көлігіне ірі көлемде есірткі мен пара тастап, үйінен заңсыз қару тауып, оны мемлекетке сатқындық жасады деп айыптады. Ең қорқыныштысы, оған қарсы басты куәгер ретінде оның ең жақын досы, өзімен бірге бір партада отырып, бір нанды бөлісіп жеген серігі, капитан Руслан сөйлеген еді. Батыржан 15 жылға қатаң тәртіптегі колонияға кесілді. 5 жылдан кейін колонияда үлкен өрт болды. Камералардың біріндегі жарылыстан бірнеше тұтқын, соның ішінде Батыржан да қаза тапты деп ресми хабарланды. Мәйіттер қатты күйіп кеткендіктен, оларды дыңқ арқылы емес, тек заттары арқылы таныды. Бірақ шын мәнінде Батыржан өрт кезінде аман қалып, жасырын түрде құжатсыз басқа жабық зонаға, өмір бойы бас бостандығынан айырылғандарға ауыстырылған болатын. Бұл оның көзін бір жолата құрту үшін, сыртқы әлемнен толық оқшаулау үшін жасалған лас ойын еді. Алайда ол сол тозақтан қашып шықты. Қалай қашқаны өз алдына бөлек қорқынышты тарих. Ал қазір ол осында, өз қаласында тұр. Батыржан орнынан баяу көтерілді. Оның жүрісі сәл ақсаңдау, денсаулығы түрменің азабынан қатты зардап шеккен. Бірақ оның ішіндегі ерік жігері темірден де берік болатын. Ол қаланың орталығына қарай, өзінің бұрынғы үйіне, отбасына қарай жаяу бет алды. Екі тарау. Өз қабірінің басындағы кездесу. Қалаға таң шапағаты түсе бастағанда, Батыржан алдымен үйіне емес, зиратқа баруды ұйғарды. Ол өзінің өлгені туралы хабардың қалай рәсімделгенін, өзінің қабірін өз көзімен көргісі келді. Бұл оның миына сыймайтын, сюрреалистік жағдай еді. Қалың қар басқан ескі зираттың ішімен ұзақ жүрді. Күзетшіден сұрамай-ақ, ол ішкі инстинктімен өзінің туыстары жерленген секторға келді. Ол тоқтап қалды. Қара мәрмәрдан жасалған үлкен, әдемі құлпытас тұр. Оның бетінде Батыржанның полиция формасындағы күлімсіреп түскен суреті қашалыпты. Ал астында: Қасымов Батыржан Асқарұлы, 1980-2021.
Аяулы жар, ардақты әке. Мәңгі есіміздесің. Деген жазу бар еді. Батыржанның тамағына өксік тығылды. Ол құлпытасқа жақындап, өзінің мұздай суретін саусағымен сипат. Мен тірімін деп сыбырлады ол, даусы жарықшақтанып. Әлия, мен тірімін. Мен сендерді тастап кеткен жоқпын. Құлпытастың алдында жаңа ғана қойылған. Суықтан түсіп үлгермеген екі тал қызыл қалампыр жатыр еді. Біреу осында жақында ғана болған. Кенет оның ту сыртынан қардың сықырлаған даусы естілді. Батыржан тез арада көрші үлкен моланың қоршауының артына тығылып үлгерді. Зираттың жолымен бір әйел келе жатты. Үстінде қымбат қара тон. Оның жүзін жартылай қара шәлі жауып тұрса да, Батыржан оны бірден таныды. Оның жүрегі кеудесін жарып шыға жаздады. Бұл Әлия еді. Оның сүйікті әйелі. Оның сұлулығы одан сайын арта түскен, бірақ жүзінде әлде бір суықтық, байсалдылық пайда болыпты. Әлия Батыржанның қабірінің алдына келіп тоқтады. Ол құлпытасқа ұзақ қарап тұрды. Батыржан оған қарай жүгіріп шығып, Әлия, бұл менмін деп бақырғысы келді. Ол орнынан тұра бергенде Әлияның артынан бір ер адам келді. Ол Әлияның иығына қолын салып, оны өзіне қарай тартты. Тоңған жоқсың ба, жаным? Жүр, қайтайық. Ол баяғыда кетті, деді ер адам жұмсақ дауыспен. Батыржанның аяғынан жан кетті. Бұл дауыс оған өте таныс еді. Бұл Руслан болатын. Оны сатып түрмеге отырғызған, оған қарсы жалған куәлік берген оның бұрынғы ең жақын досы, капитан Руслан. Енді ол полковник погонын тағып, қаланың полиция департаментінің бастығының орынбасары болып отыр еді. Мұны Батыржан түрмеде естіген. Әлия Русланның кеудесіне басын сүйіп, «Ия, қайтайық. Бүгін оның өлгеніне 5 жыл ғой. Қарызымды өтегендей болдым. Бірақ менің қазіргі өмірім, менің бақытым тек сенсің, Руслан», деді Әлия, оның көзіне сүйіспеншілікпен қарап. Батыржан бұрышта қардың үстінде отырып, өз құлағына өзі сенбеді. Оның әлемі күл-талқан болды. Ол 10 жыл бойы Әлияның оны күтіп жүргеніне, оның жазықсыз екеніне сенетініне үміттенген. Бірақ оның әйелі оны сатып кеткен адамға тұрмысқа шығыпты. Оның отбасы, оның әйелі енді Русландыкі еді. Оның қызы Дария енді Русланды әке деп атайтын шығар. Екеуі қол ұстасып зираттан шығып кетті. Батыржан қабірдің жанында жалғыз қалды. Оның ішіндегі үміт, махаббат, сағыныш бәрі бір-ақ секундта өлді. Бұл қабірде шынымен де Батыржан деген адам жерленді. Ал оның орнына қазір қардың үстінен тек кек пен өшпенділікке толы көлеңкелі елес қана көтерілді. 3 тарау. Ұрланған өмірдің бейнесі. Кеш батты. Батыржан қаланың ең элиталық ауданына биік темір қоршаумен қоршалған зәулім үйлердің бірінің алдына келді. Бұл Руслан мен Әлияның қазіргі тұрып жатқан үй еді. Батыржан бұл мекенжайды күндіз ескі таныстарының бірін жасырын аңдып жүріп білген. Ол үйге қарама-қарсы орналасқан жартылай салынған құрылыстың 2-ші қабатына көтеріліп, қараңғы бұрыштан үйдің ішін бақылап тұрды. Терезелер үлкен, перделері жартылай ашық болғандықтан іштегі өмір алақандағыдай көрінетін. Төргі бөлмеде от жанған камин. Әлия күліп үстел басында шай құйып жүр. Руслан диванда отырып газет оқып жатыр. Кенет бөлмеге 12-13 жасар қыз жүгіріп кірді. Бұл Дария еді. Батыржанның қызы. Ол түрмеге кеткенде Дария небәрі 2 жаста болатын. Қазір ол бой жетіп, дәл Батыржанға ұқсаған қара көзді, сұлу қыз болыпты. Дария Русланның мойнына асылып, оның бетінен сүйді. Руслан оны құшақтап басынан сипап күлді. Бұл нағыз бақытты, мінсіз отбасының көрінісі еді. Бірақ бұл бақыт Батыржанның қанымен, оның бұзылған тағдырымен салынған болатын. Батыржан терезе әйнегін сындырып жібере жаздап, жұдырығын түйді. Оның тырнақтары алақанына батып қан шықты. Бірақ ол ауруды сезбеді. Оның ішінде жабайы аң ұлып жатты. Ол сол сәтте үйге кіріп барып, Русланды өз қолдарымен буындырып өлтіргісі келді. Ол шындықты айтып, Әлияның көзіне қарағысы келді. Бірақ оның кәсіби тергеушілік ақылы бұл ойды тоқтатты. Егер ол қазір кіріп барса, не болады?
оны қашқын қылмыскер ретінде бірден атып тастайды. Оған ешкім сенбейді. Ол заң жүзінде өлі. Оның саусақ іздері базадан өшірілген, оның атында ешқандай құжат жоқ. Руслан қазір полицияның бастығы, ол Батыржанды 1 секундта жоқ қыла алады. Жоқ, деді Батыржан өзіне өзі сыбырлап. Мен олай оңай өлмеймін. Мен олардың бақытын жай ғана бұзбаймын. Мен Русланның бүкіл империясын, оның жалған абыройын, оның мансабын бір-бірлеп жұлып аламын. Ол менің қандай тозақтан өткенімді өз көзімен көретін болады. Ол құрылыс ғимаратынан баяу түсіп қаланың қараңғы түкпіріне қарай сіңіп кетті. Ол енді адам емес, ол осы қаланың жемқор жүйесін қиратуға келген елес еді. Оның жоғалтатын ештеңесі жоқ, демек оны тоқтату мүмкін емес болатын. 4 тарау. Көлеңкедегі дайындық және жер асты әлемі. Батыржанға қару, ақша және ақпарат керек еді. Ол заңды жолмен ештеңе істей алмайтынын білетін. Сондықтан ол тікелей қаланың криминалдық әлеміне өзі тергеуші болып жүргенде қамаған, немесе білетін ескі байланыстарға баруды ұйғарды. Қаланың шетіндегі ескі көлік жөндеу орталығының 100 жертөлесі. Бұл жерде кезінде қаланың көлеңкелі бизнесін басқарған, ал қазір зейнетке шыққан, бірақ әлі де үлкен ықпалы бар қарт, Стайк лақап атымен белгілі авторитет тұратын. Батыржан жертөленің есігін қақпастан бұзып кірді. Еу күзетші оған қару кезенді, бірақ Батыржан олардың біреуінің қолын қайырып, қаруын тартып алып, екіншісінің тізесінен теуіп құлатты. Бәрі 5 секунд ішінде болды. Ол түрмедегі өмір сүру үшін күресте нағыз жауынгерге айналған еді. Іште каминнің алдында шай ішіп отырған қарт бұл көріністі көріп, таңғала орнынан тұрды. Ол Батыржанды өлді деп ойлаған. Батыржан, Қасымов, бұл қалай? Сен тірімісің? Деді қарт көздері бадырайып. Ол елес көргендей болды. Батыржан қаруды үстелдің үстіне тастап орындыққа отырды. Мен тірімін, қарт, бірақ бұл туралы әзірге сенен басқа ешкім білмеуі тиіс. Қарт күзетшілеріне шығып кетуді бұйырды. Ол Батыржанның түріне, оның жүзіндегі өлі суықтыққа қарап, оның қандай тозақтан келгенін бірден түсінді. Сенің өлгенің туралы хабар бүкіл елге тараған. Сенің досың Руслан сенің қабіріңе үлкен ескерткіш қойды. Ол сенің әйеліңді алып, қазір генерал болуға дайындалып жатыр. Ол бұл қаланың жартысын өз бақылауына алды. Білемін, деді Батыржан тастай сабырмен. Мен оны құлатуға келдім. Маған сенің көмегің керек. Қару, көлік және Русланның қазіргі бизнесі мен оның сыбайластары туралы толық ақпарат. Қарт басын шайқап күрсінді. Оған қарсы шығу өліммен тең. Оның артында министрліктегілер тұр. Ол менің де талай бизнесімді тартып алған. Бірақ мен саған неге көмектесуім керек, майор? Кезінде сен менің талай адамымды қамаған едің ғой. Батыржан алға қарай еңкейіп қарттың көзіне тік қарады. Өйткені сен Русланды жек көресің. Ол заңды да, қылмыстық әлемнің ұғымдарын да бұзған, ашкөз хайуан. Мен оны жоямын. Сенің де кегің қайтады. Ал менің жоғалтатын ештеңем жоқ. Мен өлі адаммын. Өлілерді соттау немесе қорқыту мүмкін емес. Қарт Батыржанның көзіндегі шексіз қараңғылықты көріп, оның сөзіне сенді. Ол орнынан тұрып сейфін ашты. Ішінен бір бума ақша, тазаланған Макаров тапаншасымен оқ жата шығарып, үстелге қойды. Жарайды, елес. Мен саған көмектесемін. Русланның ең осал тұсы оның ақша жуатын орталықтары. Ол бүкіл облыстың тендерлерін Ақжол құрылыс компаниясы арқылы өткізеді. Бұл компанияның директоры, оның оң қолы, Серік деген жігіт. Егер Серікті сөйлетсең, Русланның бүкіл империясының кілтін табасың. Батыржан тапаншаны қолына алып, оны белдігіне қыстырды. Серік қайда болады? Ол күн сайын түн ортасында Эдем жабық клубында болады. Ол жерде күзет мықты. Бірақ сен үшін ол кедергі болмас. Батыржан орнынан тұрып, үнсіз есікке қарай беттеді. Батыржан, деді қарт оның артынан. Сен бұл жолға түссең, кері қайтар жол жоқ. Сен енді заң қызметкері емессің, сен де біз сияқты қылмыскерге айналасың. Заң мені қорғамады, қарт, енді менің өз заңым бар.
Оның аты Кек. Есік жабылды. Тірі өлік өзінің алғашқы аңшылығына шықты. Екінші бөлім. Эдемдегі елес және қараңғылықтың хабаршысы. Автордың сөзі. Өтіріктің іргетасына тұрғызылған империя сырт көзге қаншалықты мызғымас көрінсе де, оның ең осал тұсы қорқыныш. Кешегі достарын сатып қан мен билікке жеткендер әрбір көлеңкеден, әрбір сыбдырдан үркіп өмір сүреді. Руслан Батыржанды түрмедегі өртте жанып кетті деп толықтай сенген еді. Ол өзінің қылмысының жалғыз тірі куәгері, өзінің ар-ұжданының соңғы қалдығы сол күнмен бірге көмілді деп ойлады. Ол Батыржанның әйелін, оның қызын, оның өмірін иемденді. Бірақ тозақтың отына күйіп, ажалынан бұрын қабірге түскен адам қайтып оралғанда, ол жай ғана кек алушы емес, жауларының ең үлкен фобиясын тірі елеске алады. Екінші бөлімде Батыржанның алғашқы қанды соққысы, Русланның империясындағы дүрбелең, Әлияның жүрегінде оянған түсініксіз үрей және тірі өліктің аңшылық маусымы баяндалады. 5 тарау. Эдем клубындағы аңшылық. Түнгі сағат 2. Қаланың ең элиталық, жабық Эдем түнгі клубы. Мұнда қарапайым адамдар кіре алмайды. Бұл жер қаланың шіріген шенеуніктерінің, жемқор полицейлер мен криминалдық авторитеттерінің бас қосатын, лас ақша шашылып, заңсыздық салтанат құратын ордасы. Клубтың сыртында қымбат көліктер қаз-қатар тізіліп тұр. Бас кіреберісте қарулы, денелі күзетшілер тұр. Музыканың гүрілдеген дауысы ғимараттың қабырғаларын дірілдетуде. Батыржан ғимараттың артқы жағындағы қараңғы қуыста қоқыс жәшіктерінің тасасында тұрды. Үстінде бағанағы жұқа қара пальто емес, қарттың жертөлесінен алған ыңғайлы, қара тактикалық күртеше мен қара былғары қолғап. Ол бұл ғимараттың сызбасын, планировкасын, бұрын тергеуші болып жүрген кезден өте жақсы білетін. Артқы есікке темекі шегуге бір күзетші шықты. Ол телефонмен сөйлесіп күліп тұрды. Батыржан көлеңкедей сырғып, оның ту сыртынан келді де, бір қолымен күзетшінің аузын жауып, екінші қолымен мойнындағы күре тамырын, ұйқы артериясын қысып қалды. Күзетші 5 секундтың ішінде есінен танып, сылқ етіп құлады. Батыржан оны қоқыс жәшігінің артына сүйреп апарып, рациясын жұлып алды. Ол артқы есікпен клубтың асханасына кірді. Аспаздар өз жұмыстарымен әлек, ешкім қараңғы дәлізбен өтіп бара жатқан елесті байқамады. Батыржан екінші қабатқа, веб бөлмелер орналасқан аймаққа көтерілді. Рациядан күзетшілердің бастығының даусы естілді. Серік ағаның бөлмесіне ешкімді кіргізбеңдер. Ол демалып жатыр. Қыздардан басқа ешкім мазаламасын. Батыржан Серіктің қай бөлмеде екенін бірден түсінді. Ең төріндегі алтын жалатылған есігі бар бөлме. Есік алдында 2 оққағар тұр. Батыржан тапаншасын суырып, оған дыбыс өшіргішті, шетел, бұрап тақты. Ол ешкімді өлтіруді жоспарламаған еді, бірақ жолында тұрғандарды аямайтыны анық. Ол дәліздің жарығын сөндіретін электр қалқанын, щиток, тауып алып, сымдарын жұлып жіберді. Екінші қабаттың дәлізі тас қараңғылыққа батты. Әй! Жарық қайда кетті? Вася, барып тексерші, деп айқайлады оққағардың бірі. Бір оққағар алға қарай жүргенде, қараңғылықтан ұшып шыққан Батыржан тапаншаның сабымен оның шекесінен дәл ұрды. Оққағар еденге күрс етіп құлады. Екіншісі қаруын суырып үлгергенше Батыржан оның қолын бұрап, қабырғаға соқты да тамағынан қысып тұншықтырып тастады. Бұл қимылдар сондай мінсіз, сондай кәсіби еді, 10 жылдық түрме азабы оның бұл шықет жадысын өшіре алмаған. Қайта одан сайын қатыгез ете түскен болатын. Батыржан веб бөлменің есігін жайлап ашып ішке кірді. Бөлменің іші қызыл неон жарықпен көмкерілген. Үстелдің үстінде шашылған ақ ұнтақ, есірткі, қымбат виски. Диванда Русланның оң қолы, сыбайласы Серік 2 жас қызды құшақтап, ес-түссіз мас болып жатыр. Батыржан есікті ішінен кілттеп, қыздарға қарай тапаншасын кезенді. Үндеріңді шығармай, бұрышқа барып отырыңдар, деді ол суық, ырылдаған дауыспен. Қыздар қорқыныштан дірілдеп, ауыздарын қолдарымен жауып, бұрышқа барып тығылды. Серік мас көзін әрең ашып, алдында тұрған қара киімді бейтаныс адамды көріп, бірден секіріп тұрмақшы болды. Сен кімсің, мал?
Күзет қайда? Күзет? Деп бақырды ол. Батыржан оған жақындап шашынан жұлып алды да бетімен шыны үстелге бар күшімен соқты. Үстелдегі бөтелкелер сынып шашылып кетті. Серіктің мұрны бұзылып қан бұрқ ете түсті. Аузыңды жап, Серік, деді Батыржан оның құлағына еңкейіп. Ол басындағы бөрігін жұлып алып өзінің жүзін көрсетті. Мені таныдың ба? Серік қансыраған бетін көтеріп Батыржанның көзіне қарады. Оның мастығы бір секундта тарқап кетті. Оның көздері шарасынан шығып, денесі қалтырап, ақылы есінен адасқан адамдай бақырып жіберді. Ол елес көріп тұрғандай артқа қарай жорғалады. Батыржан, бұл қалай? Сен өліп қалған жоқсың ба? Түрмедегі жарылыста Серіктің тілі күрмеліп қалды. Ол өз көзіне өзі сенбеді. Тозақ мені кері түкіріп тастады, Серік, деді Батыржан оның жағасынан ұстап, жоғары көтеріп. Менің орныма сол өртте кімнің жанып кеткені маңызды емес. Маңыздысы, мен қазір осындамын. Және мен сендердің жандарыңды алуға келдім. Серік жылап жіберді. Батыр, кешір мені. Бұл менің кінәм емес. Бәрін Руслан істеді. Ол сені қамауға бұйрық берді. Маған тек сенің көлігіне есірткі тастауды бұйырды. Мен қорқақпын. Мен оның айтқанынан шыға алмадым. Ол қазір үлкен адам. Өтінемін, мені өлтірмеші. Оның ақшасы қайда? Деп сұрады Батыржан, тапаншаның ұшын Серіктің тізесіне тақап. Оның ұрлаған субсидиялары, құрылыстан қаққан долясы қайда жатыр? Қара кассаның мекенжайын айт. Мен айта алмаймын. Руслан менің отбасымды қырып тастайды. Деп жалында Серік. Батыржан ойланбастан тапаншаның шүртпесін басып қалды. Дыбыс өшіргіш арқылы атылған оқ Серіктің санынан тесіп өтті. Серік аурудан бақырып еденде дөңгелеп кетті. Қыздар бұрышта шыңғырып жіберді. Келесі оқ сенің ішіңе тиеді, ал одан кейінгісі басыңа, деді Батыржан тастай сабырмен. Бұл қатыгездік оның табиғатына жат еді, бірақ 10 жылдық зорлық-зомбылық пен сатқындық оны осындай мақұлыққа айналдырған болатын. Айтамын, бәрін айтамын, деп бақырды Серік қанға тұншығып. Қаланың сыртындағы көктем саяжайында. Сол жақтағы үлкен жертөледе Русланның бүкіл қара кассасы мен құпия құжаттары бар сейф тұр. Ол жерді 4 қарулы адам күзетеді. Кода 4589. Тек мені ауруханаға жіберші. Батыржан оның сөздерін миына жазып алды. Ол Серіктің бетіне жақын келіп. Сен тірі қаласың, Серік, өйткені сен Русланға хабаршы боласың. Оған айт. Батыржан қайтып келді де. Оған айт, ол менің әйелімнің, менің қызымның қасында әрбір өткізген секунд үшін қанымен жауап береді. Бұл оның өміріндегі соңғы күндері екенін жеткіз. Батыржан орнынан тұрып есікке қарай беттеді. Ол қыздарға қарап, жедел жәрдем шақырыңдар, деді де, көлеңке сияқты қараңғылыққа сіңіп кетті. Серік еденде қансырап дірілдеп жатты. Тірі өлік қалаға ресми түрде өз соғысын жариялады. 6 тарау. Полковниктің үрейі және жыртылған маска. Ертеңіне таңертең. Қалалық полиция департаментінің ғимараты. Полковник Руслан Сабитов өзінің кең, қымбат жиһаздармен жабдықталған кабинетінде кофе ішіп отырған. Оның үстінде мінсіз үтіктелген полиция формасы, кеудесінде бірнеше жалған медальдар жарқырайды. Ол өзін бұл қаланың қожайыны сезінетін. Генерал атағын алуға бір-ақ қадам қалған еді. Үстел үстіндегі отбасылық фотосуретке Әлия мен Дарияны құшақтап тұрған суретіне қарап, ол өзінің өмірінің қаншалықты мінсіз екеніне іштей мақтанды. Иә, ол бұл бақытты досының сүйектерінің үстіне құрды. Бірақ ол күштілер жеңеді, әлсіздер өледі деген философиямен өмір сүретін. Кенет кабинеттің есігі жұлқа ашылып, ішке оның көмекшісі кіріп келді. Оның түрі боп-боз. Руслан Маратұлы. Сізге шұғыл хабар бар. Эдем клубында түнде шабуыл болған. Серік ағаны ауруханаға алып кетті, оған оқ тиген. Руслан орнынан атып тұрды. Оның кофесі төгіліп кетті. Не дейсің? Кім шабуыл жасаған? Бәсекелестер ме? Қай бандиттің духы жетті оған? Көмекші жұтынып есікті жапты да даусын бәсеңдетті. Жоқ, бастық,
Серік аға ауруханада есін әрең жиып, маған бір сөзді қайталай берді. Ол шабуыл жасаған адам Батыржан Қасымов дейді. Русланның бетіне біреу ыстық су шашып жібергендей болды. Оның көздері шарасынан шығып, аяқ-қолынан жан кетті. Не оттап тұрсың? Ол өліп қалған. Оның сүйегі күл болып кеткен. Мен өзім оның қабіріне тас қойдым. Серік есірткіні көп шегіп, галлюцинация көрген шығар. Мен де солай ойладым, бастық, деді көмекші дірілдеп. Бірақ Серік аға оның өзіне айтқан сөздерін жеткізді. Ол: Русланға айт, менің әйелім мен қызымның қасында өткізген әрбір секунд үшін қанымен жауап береді депті. Мұны тек сол адам ғана айтуы мүмкін ғой. Руслан диванға күрсетіп отыра кетті. Оның маңдайынан суық тер бұршақтап шықты. Ол тірі. Бұл сөз оның миын балғамен ұрғандай болды. Егер Батыржан тірі болса, оның бүкіл өмірі, оның мансабы, оның отбасы бәрі бір секундта құрдымға кетеді. Батыржан оның қандай қылмыстар жасағанын біледі, ал ең қорқыныштысы, Әлия шындықты біліп қойса, оны өз қолымен буындырып өлтіруі мүмкін еді. Тыңда мені, деді Руслан орнынан атып тұрып, көмекшісінің жағасынан ұстап. Бұл туралы ешкім білмеуі тиіс. Әсіресе Әлия естімесін. Серіктің палатасына ең сенімді жігітті қой, ешкімді кіргізбесін. Және бүкіл қала бойынша жасырын іздеу жариялаңда. Оны ресми түрде полиция арқылы іздеуге болмайды. Ол өлген адам. Біздің өз жігіттерімізді, криминалдық топтарды қос. Оны кім тапса да сол жерде атып тастасын. Маған оның өлігі керек. Түсіндің бе? Көмекші басын шұлғып шығып кетті. Руслан кабинетінде жалғыз қалды. Ол сейфін ашып, ішінен тапаншасын алды да үстелдің үстіне қойды. Ол енді бұл тапаншаны ешқашан жанынан тастамайтынын түсінді. Оның мінсіз маскасы жыртылды. Аңшы өзі жемтікке айналған еді. 7 тарау. Көлеңкедегі кездесу және Әлияның үрейі. Кешке Руслан үйіне қайтып келді. Ол өзін барынша байсалды ұстауға тырысты, бірақ оның көзіндегі үрейді Әлия бірден байқады. Әлия ас үйде кешкі ас дайындап жатқан еді. Руслан оның артынан келіп құшақтап, мойнынан иіскеді. Бірақ оның қолдары қалтырап тұрды. Руслан, саған не болған? Түрің бозарып кетіпті ғой. Жұмыста проблемалар бар ма? Деп сұрады Әлия алаңдап. Жоқ, жаным. Бәрі жақсы. Жай ғана шаршадым. Тексерісте келіп жатыр, деп өтірік күлді Руслан. Дария қайда? Ол бөлмесінде сабақ оқып жатыр. Әлия дастарханға тамақ қойғаннан кейін Русланның көзіне қарап, аздап ойланып қалды. Руслан, бүгін біртүрлі бір жағдай болды. Мен түстен кейін дүкенге барғамын. Маған біреу үнемі артымнан аңдып жүргендей көрінді. Бір қарағанда қара пальто киген, бойы ұзын бір ер адамды байқап қалдым. Оның жүрісі, оның иығы тура Батыржанға ұқсайды екен. Менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Артына бұрылып қарайын дегенімде ол жоқ болып кетті. Русланның қолындағы қасығы еденге түсіп кетті. Оның жүзіндегі маска толықтай сыпырылып түсті. Не дейсің? Қай жерде? Ол жай ғана ұқсастық қой, Әлия. Батыржан баяғыда өлген. Сен оны өзің жерледің ғой. Мұндай сандырақты доғар. Деп Руслан байқаусызда даусын қатты көтеріп жіберді. Әлия оның бұл агрессиясына таңғала қарады. Ол Русланның ешқашан бұлай ашуланғанын көрмеген еді. Мен жай ғана ұқсатқанымды айттым ғой. Неге соншама ашуланасың? Сен бірдеңені жасырып жүрсің бе? Мен ештеңені жасырып жүрген жоқпын. Деп Руслан орнынан атып тұрды. Жай ғана оның атын осы үйде атамашы. Ол қылмыскер болып өлді. Мен сендерді оның масқарасынан құтқарып қалдым. Сендерді мен асырап отырмын. Ол ас үйден шығып, есікті тарс жауып, өз кабинетіне кіріп кетті. Әлия орнында сілтідей тынып қалды. Оның ішіндегі әйелдік интуициясы бірдеңенің дұрыс емес екенін қатты сезді. Батыржанның өлімі, оған тағылған айыптар, бұның бәрі оған басынан бастап күмәнетін.
Ал шын мәнінде Батыржан шынымен де сол күні олардың үйінің маңында көшеде Әлияны сырттай бақылап жүрген еді. Ол өзінің әйелін, оның күлкісін, оның жүрісін көргенде ішіндегі мұз болып қатқан жүрегі езіліп кете жаздады. Ол оған жүгіріп барып құшақтағысы келді. Бірақ ол білді, егер ол қазір ашыққа шықса, Руслан Әлияны кепілге алып, оны бопсалау үшін пайдаланады. Ол әуелі құбыжықтың тістерін жұлып алуы керек еді. 8 тарау. Көктем саяжайындағы қанды шабуыл. Түнгі сағат 3-те қала сыртындағы қалың қарағайлы орманның ішінде орналасқан Көктем саяжай кешені. Бұл жерде Русланның ең құпия объектісі қара кассасы мен барлық компроматтары сақталатын үлкен зәулім үй орналасқан. Үйдің айналасында 4 қарулы күзетші жүр. Олардың қолдарында автоматтар бар. Руслан бұл жердің қауіпсіздігіне ешқашан күмәнданбаған, өйткені бұл орын туралы тек 3 адам ғана білетін. Қалың қар жауып тұр. Батыржан ақ түсті маскировкалы халат, мас халат киіп қардың үстімен бауырмен жорғалап қоршауға жақындады. Ол 10 жыл бойы тайгадағы түрмеде аман қалудың ең қатал мектептерінен өткен. Оның қимылдары үнсіз, көлеңкедей көрінбейтін еді. Ол қоршаудан асып түсіп бірінші күзетшінің артына келді. Күзетші темекісін тұтатпақ болып, оттығын жаққан сәтте Батыржан оның аузын жауып, жүрегінің тұсынан электрошокермен соғып, есінен тандырды. Дыбыс шыққан жоқ. Екінші және үшінші күзетшілер үйдің алдында сөйлесіп тұрған. Батыржан қардың арасынан 2 түтін шығаратын гранатаны, дымовая шашка, олардың аяқтарының астына лақтырды. Қою ақ түтін айналаны басып кетті. Бұл не? Түтін қайдан шықты? Деп күзетшілер жөтеліп қаруларын кезенді. Түтіннің арасынан ұшып шыққан Батыржан біреуінің автоматын теуіп ұшырып жіберіп, екіншісінің жағынан бар күшімен ұрды. Екеуі де қардың үстіне сұлап түсті. 4-ші күзетші есіктен атып шығып, оқ атуға дайындалғанда, Батыржан өзінің тапаншасынан оның иығына дәл көздеп атты. Күзетші бақырып құлады. Операция небәрі 1 минуттың ішінде мінсіз аяқталды. Батыржан үйге кіріп, жертөлеге түсті. Серік айтқандай үлкен темір есік тұр екен. Ол кодты 4589 теріп есікті ашты. Жертөленің іші нағыз қазына дерлік еді. Үлкен сейфтің ішінде буда долларлар, алтын құймалар және ең бастысы қалың папкалар жатыр. Бұл папкаларда Русланның кімдерді отырғызғаны, кімдерден пара алғаны, қандай қылмыстық істерді жапқаны туралы толық мәлімет бар болатын. Соның ішінде Батыржанның өзіне қатысты жалған істің де қолдан жасалған құжаттары жатыр еді. Батыржан папкаларды өзінің сөмкесіне салды. Ал ақшаға келгенде ол тоқтап қалды. Ол миллиондаған доллар ақшаны өзімен бірге алып кетіп, өмірінің соңына дейін байлықта өмір сүре алар еді. Бірақ бұл ақша оған керек емес. Бұл ақша қанмен, оның бұзылған тағдырмен келген лас қағаздар болатын. Батыржан жертөленің бұрышында тұрған бензин канистрасын алды да, бүкіл ақшаның үстіне, сейфтің ішіне төгіп шықты. Содан кейін қалтасынан Русланның баяғыда өзіне сыйлаған бетінде ең жақын досыма деген жазуы бар күміс оттығын, зажигалка шығарды. Батыржан бұл оттықты 10 жыл бойы түрмеде өзімен бірге сақтап келген еді, бұл оның кегінің символы болатын. Ол оттықты тұтатып долларлардың үстіне лақтырып жіберді. Жалын лап етіп, бүкіл сейфтің ішін тозақ отына айналдырды. Миллиондаған долларлар көз алдында күлге айналып жатты. Батыржан өрттің жарығына қарап тұрып, телефонын шығарды, қарт берген жасырын телефон. Ол Русланның нөмірін теріп қоңырау шалды. Түн ортасында Руслан телефонын алды. Алло, кім бұл? Деді ол ұйқылы ояу. Оттың жылуын сезіп жатырсың ба, Руслан? Деді Батыржанның дауысы телефоннан. Бұл дауысты естігенде Русланның жүрегі тоқтап қалды. Бұл Батыржанның дауысы еді. Оның өлген досының, оның құрбанының дауысы. Батыр, сен тірісің бе? Бұл мүмкін емес. Сен не істеп жатырсың? Мен сенің империяңды өртеп жатырмын. Сенің қаракассаң күлге айналды. Барлық құжаттарың, компроматтарың енді менің қолымда. Мен сенің бүкіл өміріңді, сенің генерал деген атағыңды, сенің еркіндігіңді тартып аламын. Мен сені ақырындап күн сайын өлтіретін боламын.
Бұл тек бастамасы, Руслан, қорық, әрбір көлеңкеден қорық. Мен сенің артыңда тұрмын. Батыржан телефонды сөндіріп, оны да жанып жатқан оттың ішіне лақтырып жіберді. Ол түтінге оранған жертөледен шығып, қарлы орманның ішіне сіңіп кетті. 9 тарау. Психологиялық күйреу. Руслан төсегінде қалтырап отырды. Ол телефонына қарап, ақылы есінен адасқандай болды. Батыржан тірі. Және ол оның барлық құпиясын біледі. Оның қара кассасы өртенді. Бұл дегеніміз, Русланның жоғарыдағы көкелеріне беретін парасы жойылды деген сөз. Енді оны өздері де кешірмейтін еді. Әлия оянып кетіп, Русланның қалтырап отырғанын көрді. Руслан, саған не болды? Сен жылап отырсың ба? Деді ол қорқып. Руслан оған жабайы көзбен қарап. Маған ешкім тиісе алмайды. Мен бәрін бақылауда ұстап отырмын. Мен оны екінші рет өлтіремін. Деп бақырды. Ол орнынан атып тұрып, сейфін ашып қаруын алды да түн ішінде үйден шығып кетті. Әлия төсекте сілтідей тынып қалды. Ол енді анық білді, бұл қалада оның өмірінде өте қорқынышты, бұрынғы өткен шақпен байланысты бір сұмдық оқиға болып жатыр. Және ол мұның не екенін өз бетімен анықтауға бекінді. Тірі өлік қалаға тек кек қана емес, шындықтың ашы дауылын да алып келген еді. Енді бұл дауылдан ешкім де аман қалмайтын болатын. 3 бөлім. Құлаған қамал және ашы шындық. Автордың сөзі. Өтірік бұл шындықтан алынған несие. Ерте ме, кеш пе, бұл қарызды өте үлкен үстеме ақымен қайтаруға тура келеді. Руслан өзінің өмірін, мансабын және бақытты отбасын ең жақын досының сүйектерінің үстіне құрды. Ол билікке мас болып, криминалдық әлемнің басты қағидасын ұмытты, бір рет сатқан адамды, түбінде бәрі сатып кетеді. Түрмедегі өрттің күлінен қайта туған Батыржан бұрынғы досының қанымен қолын былғамады. Өлім тым оңай құтылу жолы еді. Нағыз кек, жауыңның бүкіл өмірінің қалай күл талған болып жатқанын, одақтастарының қалай теріс айналғанын. Жалған оқиға. Бұл қараңғы саганың 3 бөлімінде Русланның империясы қақ айырылып, Әлия сұмдық өтіріктің түйінін шеше бастайды. Ал тірі өлік тозақтан аман шығуына жалғыз себеп болған адамның көзіне қарау үшін көлеңкеден шығады. 10 тарау. Күлге айналған арман және жоғарыдан соғылған қоңырау. Бұл түн ешқашан аяқталмайтындай ұзақ көрінді. Қарды бұрқыратқан Русланның қара жол талғамайтын көлігі көктем саяжай кешенінің аумағына ұшып кірді. Көліктен атып шыққан Руслан қар үстінде ыңырсып жатқан оқ қағарларына назар аударған да жоқ. Оның жанары жертөленің жартылай ашық есігінен будақтап шығып жатқан қою, ашы түтінге қадалды. Ол баспалдақтар мен сүріне қабына төмен қарай жүгірді. Қоймаға басып кіргенде Руслан орнында тас мүсіндей қатып қалды. Массивті темір сейфтің есігі айқара ашық тұр еді. Ішінде қара күйе мен бықсыған шоқтың арасында оның бүкіл империясының қалдықтары жатты. Миллиондаған долларлар, оған генерал погоны мен қол сұғылмаушылықты сатып әперетін ақшалар сұр күлге айналып кеткен. Бірақ ең қорқыныштысы бұл емес болатын. Парақор судьялардың тізімдері, пара алған шенеуніктердің қолхаттары, қолдан жасалған істердің, соның ішінде Батыржанның ісі де бар. Құжаттар мен компроматтар сақталатын сөрелер қаңырап бос тұрды. Руслан күйемен шалшық судың үстіне тізесімен сылқ етіп құлады. Оның қолдары қалтырап кетті. Жоқ, бұл мүмкін емес деп сыбырлады ол, басын 2 қолымен қысып. Елес тірі өлік оны жай ғана тонаған жоқ. Ол оның бүкіл өмірін тартып алды. Бұл ақшасыз Руслан өзінің көкелері үшін жай ғана өлік еді. Ал анау құжаттар арқылы Батыржан жарты министрліктің түбіне жете алатын. Кенет оның пальтосының қалтасындағы телефоны безілдеп қоя берді. Бұл жабық, үкіметтік нөмір болатын. Астанадағы жоғары лауазымды кураторы қоңырау шалып тұр еді. Руслан тамағындағы өксікті жұтып, жауап беру батырмасын басты. Руслан. Тұтқаның арғы жағындағы дауыс өте бәсең шыққанымен, оның мұздай суықтығынан Русланның қаны қатып қалғандай болды. Маған жаңа ғана баяндады, әлдебір аноним бас прокуратура мен өзіндік қауіпсіздік қызметіне өте қызықты құжаттарды жібере бастапты.
Сенің қолың қойылған құжаттар. Және ол жерде біздің есімдеріміз де жүр. Бастық, бұл жала, бұл тұзақ, деді Руслан демігіп өзін ақтап алуға тырысып. Бұл анау өлік. Менің бұрынғы серігім Батыржан. Ол тірі қалған, ол. Аузыңды жап, деп кесіп айтты дауыс. Маған оның тозақтан тіріліп келгені де, аспаннан түскені де бәрібір. Сен кепілдік берген едің. Опшақты, ортақ кассаны, сен ұстағансың. Енді сен радиоактивті адамсың, Руслан, таңертең сенің департаментіңе тексеріс келеді. Егер сен біреуіміздің атымызды атайтын болсаң, сенің әйелің мен қызың кешке дейін тірі жетпейді. Өз проблемаңды өзің шеш. Қош бол. Қысқа гудоктар. Руслан телефонға қарап қалды. Ол жалғыз қалды. Ол осыншама жыл қызмет еткен, басын бәйгеге тіккен жүйе оны бір-ақ секундтың ішінде түкіріп тастады. Бұрышқа тақалған егеу құйрық артқа шегінер жол жоқ екенін түсінеді. Руслан тізесінен тұрды. Оның көздері қанға толып, бойындағы қорқыныш жабайы, ақылға сыймайтын агрессияға ұласты. Соғысқың келе ме, батыр? Деп ырылдады ол жертөленің қараңғылығына қарап. Сен оңаласың. Бірақ мен сені өзіммен бірге алып кетемін. 11 тарау. Өтіріктің торлары. Әлияның шындыққа көз жеткізуі. Руслан мен Әлияның зәулім үйіндегі таң ауыр тыныштықпен басталды. Руслан таңға жуық үсті басы кір күйі сасып көзіндегі жабайы үреймен оралған болатын. Ол ешкімді, тіпті Дарияны да кіргізбеуді бұйырды да өз кабинетіне қамалып алды. Әлия өзіне орын таба алмай жүрді. Полиция қызметкерімен бірге тұрып әбден шыңдалған оның әйелдік интуициясы бір сұмдықтың болып жатқанын айқайлап тұрды. Русланның Батыржан туралы айтқан сөздері, оның кенеттен ашуға мінуі, өзінің көшеде көрген елесі, осының бәрі қорқынышты пазлдың бөлшектеріндей бірігіп жатты. Руслан жарты бөтелке коньякты ішіп, былғары диванда ұйқыға кеткенін күткен Әлия, оның кабинетіне аяғының ұшымен кірді. Ол Русланның суреттің артында жасырын сейфі бар екенін, оның кодын ешқашан айтпағанын білетін. Бірақ Әлия өз күйеуін ойлағаннан да жақсырақ танитын. Ол қыздары Дарияның туған күнін терді, сейфтің құлпы сырт етіп ашылды. Ішінде қолма-қол ақша, бірнеше флешка және ескі, сырты тозған қойын дәптер жатыр екен. Әлия дәптерді парақтай бастады. Бұл Русланның осыдан 10 жыл бұрынғы жеңістері мен лас схемаларын жазатын бейресми күнделігі болатын. Оның көзі Батыржанды қамауға алған айға тиесілі жазбалардың біріне түсті. Серік бәрін таза істеді. Тауар есірткі жүксалғышта. Тергеушіні сатып алдық. Батыр тым қырсық, ол маған басқа амал қалдырмады. Кешір, бауырым, бірақ Боливар екеумізді бірдей көтере алмайды. Әлия менде қалады. Дәптер оның дірілдеген қолдарынан түсіп кетті. Өкпесіне ауа жетпей қалғандай болды. Әлия құлап қалмау үшін үстелге сүйенді. Көзінен жас бұршақтап ағып, айналасы бұлдырап кетті. Құдайым-ай деп сыбырлады ол, бақырып жібермеу үшін аузын екі қолымен жауып. Бұл сол ғой. Батырды отырғызған осы екен ғой. Ол оған есірткі тастатқан. Ол біздің өмірімізді құртқан ғой. 10 жыл бойы ол өзінің баласының әкесін құртқан құбыжықпен бірге тұрып келіпті. Ол онымен бір төсекте жатты, оларды масқарадан құтқарып қалғаны үшін оған алғыс айтып жүрді. Ал Батыржан, оның сүйікті, әділ, намысқой Батыржаны жазықсыз бола тұра түрмеде шіріп жатты. Осы сәтте оның миындағы барлық сұрақтардың жауабы табылды. Егер Руслан кеше ол өліп қалған деп айқайласа, ал көшеде ол таныс сұлбаны көрген болса. Батыржан тірі. Ол оралды. Және Русланның киіміндегі мына күйенің иісі, оның шын күйеуінің ісі. Әлия дәптерді орнына мұқият салып, сейфті жапты да кабинеттен үнсіз шықты. Оның жүрегі кеудесін жарып шығардай соғып тұрды. Ол Батыржанды көруі керек. Ол Батырдың оны қай жерде күтуі мүмкін екенін білетін жалғыз орынды есіне алды. 12 тарау. Елестің сот төрелігі. Әлия өзінің қорқынышты жаңалығымен бетпе-бет келіп жатқанда, қалада жоғарғы эшелондағы зілзала басталған еді. Батыржан қарттың қауіпсіз бункерінде отырып, Русланның империясын жүйелі түрде құртып жатты.
Ол құжаттардың көшірмелерін тәуелсіз журналистерге, оппозициялық блогерлерге және әлі сатып алынып үлгермеген адал прокурорларға жіберді. Іске таяу жаппай қамауға алу шаралар басталды. Спецназ Ақжол құрылыс компаниясының кеңселерін басып алды. Руслан мен ауыз жаласқан бөлім бастықтары, жоғары лауазымды шенеуніктер кісенделіп сыртқа шығарыла бастады. Қанмен салынған империя қираған қамалдай құлап жатты. Қарт қара шай ішіп отырған Батыржанға қарап басын шайқады. Сен нағыз данышпансың, майор. Сен бір ғана тәуліктің ішінде бүкіл жүйе 10 жылда істей алмаған шаруаны тындырдың. Руслан қазір толықтай оқшауланды. Оның ақшасы да, қорғаушылары да жоқ. Оның мансабы аяқталды. Маған оның мансабы керек емес деді Батыржан экраннан көзін алмай, құрғақ дауыспен. Маған оның мойындауы керек. Әлияның алдында және менің қызымның алдында. Ол оларға өзінің кім екенін өз аузымен айтып беруі тиіс. Содан кейін ғана ол өледі. Кенет жертөлеге қарттың адамдарының бірі жүгіріп түсті. Әке, біздің каналдар бойынша бір ақпарат түсті. Русланның әйелі Әлия үйден жалғыз шығып кетіпті. Ол күйеуінің күзетінен қашып құтылып, ескі қалалық зиратқа қарай бара жатыр екен. Батыржанның тас болып қатқан жүрегінде бір тамыр үзіліп кеткендей болды. Ол бәрін түсініпті деді ол ақырын ғана. Ол орнынан тұрып, тапаншасының оқ жатарын тексерді де, қара пальтосын киді. Мен сол жаққа кеттім. 13 тарау. Қараңғылықтағы бетпе-бет кездесу. Ескі қалалық зиратты сұр бұрқасын басып тұрды. Кресттер мен гранит тастардың арасында жел ұлып соғуда. Әлия Қасымов Батыржан деген жазуы бар моланың алдында тұрды. Ол жылаған жоқ. Оның көзінде тек бостық пен ащы шындықтың ауыртпалығы ғана бар еді. Ол бұл жерге өлі күйеуіне келген жоқ. Ол тірі күйеуінің өзін осы жерден табатынына үміттеніп келген болатын. Оның артында қардың сықырлаған дауысы естілді. Әлия бұрылған жоқ. Ол жай ғана көзін жұмып, «Батыр!» деп сыбырлады. Қадамдар жақындай түсті. Қарлы боранның арасынан қара пальто киген ұзын бойлы ер адам шықты. Оның бетінің жартысын көлеңкемен өскен сақал мұрт жауып тұрған. Бетінде дөрекі түрме тыртығы бар. Бірақ мына көздер. Бұл тұп-тұңғиық қап-қара көздерді ол миллион адамның ішінен танитын еді. «Сәлем, Әлия», деді Батыржан, оның даусы көп жылдан бері сөйлемеген адамдай қарлығып шықты. Әлия артына бұрылды. Оның тізелері бүгіліп кетті. Ол бетін қолдармен жауып, өлілерді оятатындай қатты, жан ұшыра жылап жіберді. Батыржан оған қарай ұмтылып, қарға құлап кетпеуі үшін оны демеп ұстап қалды да өз кеудесіне қатты қысты. 10 жылдық айырылысу. 10 жылдық ауыртпалық, өтірік пен қайғы осы құшақтың ішінде сыртқа төгіліп жатты. Әлия оның пальтосына жабысып, тоңған бетінен сипап, бұның шынайы өмір екеніне сене алар емес. «Сен тірісің. Құдайым-ай, сен тірісің», деп еңіреді ол. «Батыр, кешір мені. Оларға сенгенім үшін кешірші. Мына құбыжықты үйімізге кіргізгенім үшін кешір. Мен оның күнделігін таптым». Ол бәрін қолдан жасапты. Батыржан оның шашынан сипады, оның өз көздері де жасқа толған еді. 10 жыл ішінде алғаш рет тірі өлік қайтадан адам болғанын сезінді. «Сенің менен кешірім сұрайтын еш кінәң жоқ, жаным», деп сыбырлады ол. «Дария екеуің ғана менің карцерде ақыл есімнен адаспауыма жалғыз себеп болдыңдар. Мен сендерді алып кету үшін қайтып келдім. Сендердің есімдеріңді тазарту үшін келдім». Әлия оған жасқа толы көздерімен қарады. «Дария, ол сондай бой жетті, батыр, ол тура саған ұқсайды. Бірақ Руслан, ол ақылдан адасқан. Ол бізге далаға шығуға тыйым салды, мен әрең қашып шықтым. Егер ол біздің осында екенімізді білсе, ол баяғыда біліп қойды», деген зәрені ұшыратын, ызаға толы мұздай дауыс олардың ту сыртынан естілді. Құлпытастардың артынан Руслан шықты. Оның қолында дыбыс өшіргіші бар тапанша, ал оқпаны тура Әлияға бағытталған еді. Оның артында ең сенімді, қатыгез 2 оққа қары тұр. Батыржан инстинкті түрде Әлияны өз артына жасырып, оны денесімен қорғап қалды. Оның жүзі қайтадан өлімнің тастай маскасына айналды. «Руслан, менің жаназама 2-ші рет келдің бе?»
деп сабырмен сұрады Батыржан. Сен өте өміршең мақұлық екенсің, Батыр, деп ысылдады Руслан. Оның көздері алаңдап, жүйкесінің жұқарып, ақыл есінің бұзылғаны көрініп тұрды. Мен саған осыдан 10 жыл бұрын өз қолыммен оқ атуым керек, жүйеге сеніп тапсырмай. Сен менің ақшамды өртедің. Сен менің өмірімді қираттың. Сен өзіңнің өміріңді маған есірткі тастап, бастықтың креслосы үшін арыңды сатқан күні ақ қиратқансың, деді Батыржан қатаң үнмен. Сенің қорғаушыларың сені лақтырып кетті. Полиция қазір сенің кеңсеңді талқандап жатыр. Саған жол бітті, Руслан, тапаншаңды тастада, беріл. Сот сен үшін қазіргі ең жақсы нұсқа. Руслан истерикаға беріліп қарқылдап күлді. Сот, мен түрмеге отырады деп ойлайсың ба? Мен өзім қамаған адамдардың ортасына барып жыртылуым керек пе? Жоқ, мен бүгін түнде ұшып кетемін. Менің жеке ұшағым бар. Бірақ оған дейін мен өзіме тиесілі нәрсені өзіммен бірге алып кетемін. Әлия, бері кел. Әлия Батыржанның арқасына тығыла түсті. Ешқашан. Сен құбыжықсың. Сен біздің өмірімізді бұздың. Мен сені жек көремін, деп бақырды ол. Русланның бет әлпеті ауыр азаппен ызадан қисайып кетті. Оның жараланған эгосы бұл бас тартуды көтере алмады. Жек көресің бе? Тамаша, ендеше сендер бірге өлесіңдер. Дәл осы қабірдің үстінде. Бұл тіпті поэзиялық көрініс. Екеуін де өлтіріңдер, деп бұйырды ол өз адамдарына. 14 тарау. Құлпытастар арасындағы шайқас. Бірақ Руслан Батыржанның осы 10 жыл ішінде қандай адамға айналғанын жете бағаламаған еді. Оқ қағарлар қаруларын көтере бастаған сол бір секундта Батыржан найзағайдай жылдамдықпен жалт беріп, Әлияны ауыр гранит ескерткіштің артына қарай жолға тартып кетті. Оқтар гранитке тиіп, тас ұнтақтарын бұрқыратты. Батыржан өзінің Макаров тапаншасын суырып алды. Ол көзсіз оқ атқан жоқ. Ол секундтың бір бөлігіндей ғана күтіп құлпытастың екінші жағынан шықты да 2 рет дәл көздеп оқ атты. Бірінші оқ қағар тізесі тесіліп қар үстіне құлады, ал екіншісі нысанаға алып үлгерместен иығынан оқ тиіп қаруын түсіріп алды. Қорқыныштан есінен адасқан Руслан Батыржан жаққа қарай бей-берекет оқ жаудырып, обоймасын босата бастады. Тастың сынықтары жан-жаққа ұшты. Шық, қорқақ, деп бақырды Руслан, мен сені өлтіремін. Русланның патрондары біткенде шүртпенің бос сырт еткен даусы естілді. Батыржан тасадан шықты. Ол Русланға қарай баяу, сенімді қадаммен жүріп келе жатты. Оның тапаншасы төмен түсірулі еді. Руслан үрейленіп бос тапаншаны лақтырып жіберді де етігінің қонышынан аңшы пышағын суырып алды. Ол Батыржанға тұра ұмтылды. Өл! Батыржан оқ атпады. Ол жауының көзіне қарағысы келген еді. Руслан пышағын сермегенде Батыржан оның қолын қағып жіберіп, кілт бұрат, сүйектің сынған үні естілді және Русланды тізесімен ішінен дәл ұрды.